Жедел хабар. Украина және Ресей арасындағы болып жатқан ең соңғы оқиғалардан біріншілерден болып хабардар болуды қаласаңыз, онда біздің арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар-жоғы бір дана лайк түймесін басуыңызды сұраймыз. Онда бастадық. Украина әскерлері Донецк қаласындағы Лиман қаласыны жан-жағынан түгел жуық қоршауға алды. Енді жақын арада ресейліктердің ірі әскери тобын Қазан шұңқырға түсірілуі мүмкін делінген Соғысты зерттеу институтының хабарламасында. Қазір Украина қарулы күштері Лиманды батыс, солтүстік және солтүстік-шығыс қапталдарынан қоршауға алып, Ресей армиясының Троицкий елді мекен арқылы сыртқа шығатын жалғыз коммуникациялық жүйесінде өзінің бақылауына ұстап тұр. Егер ресейліктер Лиманнан айырылса, мұның алдында көп адам шығын мен басып алынған Лисичинск пен Северодонецк қалаларынан да айырылып қалуы мүмкін. Украина әскері Калицей селосының оңтүстік-шығыстағы және Лиманнан небәрі 15 шақырым жердегі Троицкий елді мекенінің шетінде ұрыс жүргізіп жатыр. Сонымен бірге олар Ресей қарулы күштерінің Ямпол түбіндегі бекіністерін бұзып өтіп, Троицкийге тағы оңтүстік-батыстан да шабуыл жасауда. Ресей әскері қыркүйек айында Харков түбінде де тура осындай жағдайдан кейін қирай жеңілген еді.